сол көрерменнің де тарапынан қойылып жатқан сұрақтар. Біздің редакцияның мазасын алып жатқан сұрақтар. Айгүл, ортаға келіңізші. Айгүл, көңіліңіз орнына түскен шығар енді қазір. Иә, бар қазір. Иә. Бірақ енді айтайын, мен айтайын деп тұрған дүние Масылжанға қатысы жоқ. Даже түсінбей тұрмын, неге қатысы бар екен? Мүлдем. Жеке басыңызға қатысы бар. Бірақ бұл дүниені әлеуметтік желіде көптеген адамдар сөз етіп жүр. Сіздің отбасыңызға қатысты, жалпы сіздің өміріңізге қатысты көп дүниелер айтылып жатыр. Мүмкін шет жағасын өзіңіз естіп те көріп те жүрген шығар. Сіз енді мен атап түстеп айтпай-ақ қояйын. Я енді көп нәрсе естиміз ғой, құрсын. Сол сұрақтарға сіз тікелей эфирде осы жерде жауап беріп нүктесін қойсаңыз. Себебі күннен күнге сұрақта, күннен күнге жалғаны бар, әлде жалған ба, өтірік пе білмейміз енді, бірақ бізге қойылып жатыр. Жалпы мен туысқан сымақтарым, осындай туысқанымын деп айтылып жатқан әңгімелер туралы ма? Иә. Жалпы енді былай ғой, мен туысқан сымақтарым, әпкем сияқты. Жалпы негізі біздің сұрағымыз сізге ол адам сіздің туысыңыз ба деген емес сұрақ. Жалпы сіз жайлы сіздің ата-анаңыздан бауырларыңызбен сол туралы айтып кетейін. Қарым-қатынасыңыз жайлы. Мен осы жерде айта кеткенмін. Бірінші келген күні мен өзіміз таныстырған кезінде анам мен 7 жасымда қайтыс болған. Ал әкем енді 9 сынып бітірген кезде қайтыс болған деп ол туралы айтып кеткен болатынмын. Анамның туыстарымен араласпаймын, әжемен ғана араласам. Ал әкем жақтың туыстарымен де особо араласпаймын, бірақ мен өзім жаныма жақын екі бауырым ғана бар, ағам мен әпкем ғана. Осы өмірде болды. Мен басқа адамдарды мен туысқаным деп те қабылдамаймын. Бұл өмірде мен үшін туысқан сымақтар мен өмірімнен сызып тастағанмын. Себебі мен анамды сөз еткен. Айгүл, енді не деген сұрақ? Неге сызып тастағансыз өмірімнен деп айтып жатсыз енді? Себебі енді туысқан оны таңдап алмайды ғой ешкім. Туысқанды ешкім таңдап алмайды. Араласасың, бар, қалай бар, солай бар. Мен араласпайды екен бала соған. Араласқым да келмейді. Не себеп? Бұл өмірде мен өзім екі бауырым ғана бар. Болды, екі ұлым ғана бар, болды. Мен үшін сондай. Себебі, қалай айтсам болады, мен анамды сөз еткен, байғұс сол көрде жатқан анамды сөз еткен, неше түрлі әңгіме айтқан адамдарды мен мойындамайды да екем, өмірімде бар деп те есептемейді екем. Кілшін ондай ешқандай нәрсе емес. Балауса ханым, мен анамнан айырылғаннан кейін қандай ситуациялар басымнан өткенін, қандай неше түрлі қиын жағдайлар өткен айтпай-ақ қойын жалпы. Сол үшін мен өзім солай шешім қабылдағам. То, что мен өмірімде ондай адамдар жоқ деп. Ал енді мен енді білмеймін ғой енді қалай айтсам болады. Осы жерде бәрі анау мен Айгүлдің туысқанымын, мынау Айгүлдің туысқанымын деп шығып жатыр екен да. Неге осы жерге бірінші келген кезде солар айтпайды екен? Қосылайыққа бәрі мен туысқаным, олардың бәрі просто өздерінің жаңағындай через меня хочет хайповать, короче, болды, мен солай ғана түсінемін. А так ол адамдар мен өміріме ешқандай қатысы жоқ. Айгүл, мен неге бұл сұрақтарды қойдым? Себебі шынымен де енді сан түрлі ақпараттар, түрлі дүниелер айтылып жатыр сіздің тарапыңызға. Және мен ондай жаман сөздерге мен сізді қимаймын. Осы жерде отырғаннан кейін, күнде көріп жүргеннен кейін, қандай екеніңізді білгеннен кейін, және де қосылайықтың қатысушысы осындай екен деген әңгімені мен естігім келмейді. Және сол себепті де мен сіз нүктесін қойып, осы жерде елдің бәріне шын ақпарат қайсысы, соны ажыратып берсе екен деген. Түсіндім. Оның негізінде маған да көп ақпарат сұрақтар келіп жатыр. Просто менде мынандай ой болды да. Зачем мен айтып жатқан адамдар мен де жауап беріп, ойып неғымай-ақ қойын. Бір күні мен ойладым, осы қосылақта бір ортаға шыққан күні, сол күні айтып нүктесін қоярмын деген ой болған еді. Енді бүгінгі күнге туып тұр екен. Сол жалпы мен арқамда просто через меня хайповать еткілер келеді. Өздеріне былай адамдардың бәрін назарын аударғылары келеді. Ал егерде мен туыстарым болған болса, жаным, туыстарым, егерде мені естеріңізге енді түскен болсам, мен енді сіздерге ештеңе дей алмаймын. Сіздер мен өмірімде жоқсыздар. Бар болсаңыздар, сол сыртта жүрген кезімде, сол екі баламен қалаған кезімде іздеп, Айгүл қайдасың жаным деп мені іздесеңіздер болады. Мен өмірімде тек қана мен ағам бар, әпкем бар, болды. Әпкеңізбен араласасыз? Әрине. Ол кісілер? Ағамен, әпкемен, жешеммен, бәрімен өте жақсы араласам.
ол кісілер біледі сіздің осындай екеніңізді. Әрине, мен сол кісілермен ақылдасып, осы жаққа келген кезімде ағам мен әпкеме бәріне айтып келген болатын. Ол кісілер, я, әрине, сен алдыңды байламаймын, сен жасың 26-ға келді, өзің қандай шешім қабылдасаң да өзің білесің деп айтқан болатын. Демек, сіз жайлы туысқандарыңыздың айтып жатқаны, және ол жандар сізге ешқандай да қол ұшын бермей тастап кеткен жандар ма? Қол ұшын бермек түгілі, былай айтсам, бір жақсырақ болатын сияқты. Қол ұшын созбақ түгілі, наоборот, андай неге тастаған адамдар ғой мені. Қалай айтсам болады? Не деп айтатын еді анау? Құдыққа тастаған адамдар ғой, наоборот. Кішкентай кезінде, адам кішкентай кезінде, оказывается, анан болмаса, адам бәрі лишь бы туысқан деген атқана бәрі сені пайдаланып кету үшін ғана жайлап өз-өзім есім жинағаннан кейін мен білдім ғой, кімнің не ақтың ақ, қараның қара екен. Содан кейін өмірімнен сызып тастаған ондай адамдарды. Даже аталғанын да қаламаймын, шыны керек. Сол аталғанын, онда ештеңке болғанын қаламағаннан кейін, мен сол мүлдем қозғамаған болатынмын ол туралы ақпаратты жалпы. Ал бірақ негізінде, шындығында ол кісілер сізге туысқандығы қаныңыз бойынша бар ғой? Я, мен бір жақын туысқаным деп айтпаймын, бірақ ешқандай да жақын туысқаным емес болды. Әрине, Айгүл, менің шаруам емес. Сізге қаншалықты уақыт бойы ренішіңізді сақтайсыз біреуге, бәлкім ішіңізде қалып қойған бір өш шығар, білмеймін, кек па, реніш па. Әрине, бала кездегі дүние, ол әрине қатты есімізде қалып қояды. Бірақ әрі қарай жолыңыз ашылсын, бәрі жақсы болсын десеңіз, іштей ол адамдарды кешіріп жібере салғаныңыз дұрыс сияқты. Бәлкім, бірақ қатты реніш сақтамаңыз. Себебі өзіңіздің, балаларыңыздың алда болашағын ойласаңыз, жолы ашылсын десеңіз, ешкімнен ештеңе күтпеңіз және ешкімге кек сақтамаңыз. Я, болашаққа менің бұл өмірде түсіндім, негізінде біз өзіміз егерде ожиданиямен өмір сүретін болсақ, көбінесе өзіміз сосын ойланып қаламыз да, нем бар еді деген сияқты. Сол үшін мен ешқандай да ожиданиямен өмір сүрмеймін. Мен бәріне рахмет айтамын. Осы өмірімде мен пайда болған жаңағындай туысқан сымақтар дейді ғой. Әлі солай ғана айта аламын, баласағам. Жақсы, Айгүл, нүктесін қойдық деп ойлаймын бұл мәселенің.